Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Жақсы, мазмұнды бір кітапты оқыған, бір мектепті бітіргенмен тең. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өз-өзіңнен есеп ал. Жер жұтуға тоймайды, от отынға тоймайды, кісі ойға тоймайды, құлақ естуге тоймайды. Ақылды адам тауып айтады, ашушаң адам қауып айтады, жақсы адам жауып айтады, мықты адам барлық сөзге жауап айтады. Жалғыз ұлы бар кісінің шығар-шықпас жаны бар. Екі ұлы бар кісінің өкпе бауыр жалы бар. Үш ұлы бар кісінің Бұхарада малы бар, Қорасанда қолы бар. Төрт ұлы бар кісінің аспаннан салған жолы бар. Өмірде осындай адамдар бар. Олар сенің иығыңнан сипап тұрып, артыңнан кір қолдарын сүртіп кетеді. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны, адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасағанда басынғаны. Үш адам бар. Егер алдыңда сөйлесе, сөзін бөлмей тыңда. Әке-шеше, сәби, қайғы шегуші. Өйткені бұлар жүрекпен сөйлейді. Аналардың жүрегі соқпайды екен өзі үшін. Аналардың жүрегі бәріне ортақ төзім шың. Аналардың жүрегін ана болған түсінер. Аналардың жүрегі қырық жамау сөзім шын. Аналардың көзінше жамандама баласын. Аналардың жүрегін босқа мұңға саласың. Ешбір ана тілемес, балам жаман болсын деп, осал жері баласы тырнай берме жарасын. Аналардың жүрегі үрейменен қорқыныш, сұра одан соңғы рет, қашан соқты ол тыныш. Аналардың жүрегі тілім тарам жол. Аналардың жүрегі бақытыңа барар жол. Аналардың жүрегін аялаңдар өтініш, бағалаңдар барында ертең кетпес өкініш. Алыс жүрсең күніне бір хабар бер, тарылма. Аналардың жүрегі соқсын десең бір тыныш. Күшік асырап ит еттім, балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, мерген болды мен атты.